Ассалаумағалейкум көрермендер. Бүгінгі біздің тақырып Осман империясының атасы түркі, араб, парсы әлемін бір тудың астына біріктірген, әлем тарихын 6 ғасырға өзгерткен батыр билеуші Ертұғырыл жайлы болады. Олай болса бастайық. Ертұғырыл 1198 жылы Оғыз мемлекетіне жататын Қайлы тайпасында дүниеге келген. Бәріміз білетіндей Оғыз тайпасы Сырдария мен Батыс Қазақстанда 9-11 ғасырлар ортасында мемлекет құрған. Бірақ та 13 ғасыр басында басталған моңғол шапқыншылығынан түрік тайпасы Қайлы батысқа қарай көшіп Анадолы, яғни Түркия жеріне келеді. Ол кезде Қайлы тайпасын Ертұғырылдың әкесі Сілеймен Шах басқарады. Ол қайтыс болғаннан кейін ортаншы ұлы Ертұғырыл билікке келеді. Ертұғырыл қалған тайпаны және де 400 әскермен солтүстікке қарай бет алып Ендинжан жеріне келеді. Сол кезде ол соғысып жатқан екі әскерді көреді. Біреуі мұсылмандық Селжүк әскері, екіншісі Византия империясының әскері еді. Ертұғырыл Селжүк әскерінің жеңіліп жатқанын көріп, жауынгерлерімен Селжүк әскеріне көмекке келеді. Ертұғырылдың көмегімен Селжүк мемлекеті жеңіске жетеді. Селжүк сұлтаны Аляддин Кейкубат Ертұғырылға сыйлық ретінде Анадолының басынан Византия империясымен шекаралас жерден жер береді. Сонымен қатар Ертұғырылға Уджбей деген атақ береді. Түрік тілінен аударғанда шекараны қорғаушы деген мағынаны білдіреді. Ертұғырылдың тапсырмасы Селжүк мемлекетін Византиядан және басқа да басқыншылардан қорғау болды. Бірақ Ертұғырылдың басты арманы сол кезде бытырап жатқан ислам әлемін біріктіріп, өз тайпасына және де барша мұсылман үмбетіне жақсы өмір сыйлау болды. Осы себептен Ертұғырыл ислам әлеміне іріткі салып отқан Византия империясына шабуыл жасауға Селжүк сұлтанынан рұқсат алды. Және басып алынған жерлер оның тайпасының иелігінде қалатын болды. Осыдан кейін Ертұғырыл Византия әскерлерін бірінен соң бірін тізе бүктіріп, шекарасын үлкейте бастайды. Бұны естіген көптеген түрік тайпалары Ертұғырылға қоса бастайды. 1280 жылы исламның ұлы тұлғаларының бірі Ертұғырыл қайтыс болады. Бірақ ол ислам дініне үлкен сыйлық қалдырады. Ол оның ұлы Осман еді. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Аман болыңыздар.